Жындар әлемі деген бар. Бізбен бірге оларда тіршілік етіп, сынақ мерзімінде жүрген жандар. Тек олардан қорқудың еш қажеті жоқ. Көзге көрінбейді, бірақ айналамыздағы дүниелерге жанасып, қозғалту олар үшін қиын емес. Ал бізге бұл жайт мистика, тылсым көрінері хақ. Мәселен, супермаркет ішінде болған мына бір бейнеге қараңыз. Құлауы екіталай сөредегі заттың кенет жерге түсіп кеткенін байқаған әйел оның қайта орнына қоюға тырысады. Артынша Шешен қалаларының бірінде болған кезекті жайтқа назар аударайық. Үстел үстінде бас қосқан мұсылмандар. Жиынның мақсаты қандай? Ол жағы белгісіз. Дегенмен мұндағы азаматтардың кейбірінде мәселе бар секілді. Малайзия еліндегі супермаркеттердің бірінде болған мына жайттан хабарыңыз болар бәлкім. Кезінде әлеуметтік желілер арқылы кең таралған видео. Қалаған сусын алмақ ниетте тоңазытқышты ашқан мына жігіт күтпеген оқиғаға тап болды. Бұл қасіреттен қалай құтылуға болады? Әрине, діни жоралғы сізге таптырмас құрал. Біздер мұсылманбыз, яғни Құран аяттары мен сүрелері бұл тіршілік иелерінен құтылуға көмек болмақ. Datanglah kamu pada Allah Azza wa Jalla. Bersiap-siaplah kamu untuk terlempar dengan negeri kalian, Allah.
Әрқашан әділ жүріп, сана мен ой, тұла бойды таза ұстайық. Имандылықты жүректен ада етпеуге тырыссақ, нас әрекеттерден аулақ боларымыз анық. Барлығы өзімізге байланысты.